videosu yazılsın. Дүниенің ағында қарасында мыңқ етпейсің, қабылдап аласың ба? Қарасымен шамам жоқ таласуға, ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында желгесің, түсесің қарасуға, құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, зымырап барасың ба? Өмір зымырап барады, уақыт тоқтамайды. Біз адамдар Алланың берген өмірін сүріп, жасын жасап, жер бетінде тіршілік дәмін татып жүрміз. Әрбір толған жасымыздың ішінде қаншама қуаныш пен қайғы, жеңіс пен жеңіліс, махаббат пен жек көру, мақтаныш пен жұбаныш бар. 15 жас құйын қуған желмен тең, 20 жас дауыл ұрған көлмен тең, 35 жас ағып жатқан селмен тең, 45 жас аю аспас белмен тең деп жиренше шешен айтпақшы. Одан кейін келетін 50 жасында өз асуы бар. 50 деген ердің, ерлік істердің жасы. Осы жасқа бүгін Есенжол Серік Халилұлы толы. Ендеше бүгінгі құттықтау мен игі тілектің бәрі сізге арналады. Есенжол Серік Халилұлы 1967 жылы 7 мамырда Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Бесуба ауылында дүниеге келді. Әкесі Халил, анасы Айтжан. Ол үлкен әжесі Дәріштің бауырында өсіп тәрбиеленді. 1974-84 жылдары Бесуба ауылының орта мектебінде оқып білім алды. 1986-88 жылдары отан алдындағы борышын өтеп, қиыр шығыста әскери міндетін атқарды. 1988-93 жылдары Қарағанды педагогикалық институтының көркем сурет факультетінде оқыды. 1990 жылы өмірлік серігі етіп таңдаған жары Көкенай қызы Нақыппен отбасын құрды. 1991 жылы отбасының тұңғышы ұлан дүниеге келді. 1996 жылы Марғұлан атты ұлы өмірге келіп, отбасын қуанышқа бөледі. Серік Халилұлы әртүрлі қызметтерді абыройлы атқарды. Ал қазіргі уақытта Қармуде адал жұмыс атқарып жүрген жайы бар. Серік Халилұлы туыс-туғандары арасында сыйлы, үлкенге қамқор, кішіге ізетті, парасатты азамат. Отбасында 9 ағайынды. Өзі үйдің тұңғышы, одан кейін Адамбек, Салтанат, Айнагүл, Қуаныш, Нұржан, Гүлжан, Данияр есімді іні қарындастары және келіндері, күйеу балалары бүгін ағаларын мерейтойымен шын жүректен құттықтайды. Жан аға, құтты болсын 50 жасың, әр уақытта домалап өрге тасын, біз әрқашан бауырына жақын тарттың, әрдайым аман болсын алтын басың. Жетеледің, жеткіздің, қарызымыз көп біздің, асылаған өзіңе деген. Құтты болсын аға жан қуанышың, азамат бол ер жетау жұбанышың.
балалықтың балдамын бірге татқан, жалаң аяқ қырға асқан, бірге оқып сырласқан сыныптастардың да Серік Халилұлы үшін орны ерекше. Бүгінгі қуанышты бөлісіп отырған құрдастар, сіздердің де биылғы мерейтойларыңыз құтты болсын. Кешегі ұл қыз, кешегі бала бүгін толқиды қайта көріп дала өлең. Өмір сыны есейткен ұрпақ енді сағынышпен еске алар бала күнді. Студенттік шақтағы достар кім үшін болмасын бағалы. Олармен жүздесіп, бас қосып, жастық шақты еске алу да бір ғанибет. Қайда менің студенттік күндерім? Жалындаған жастық шағым күндерім, дауылдатып, думандасып жүретін, бақытсыз шалқып шығар күндерім. Қайда сол бір асыл жанды достар? Арман қуып ауылдан асып, келді көп қыз көп ұл. Жатақхана шағын қалашық, болдау мекен өңір. Көбелектей жалынға ғашық, алып ұшқан көңіл. Көңіл тойған қарындар ашып, студенттік өмір. Ер азаматтың қадірі достарына деген адалдығынан білінеді. Бүгінгі той иесі достықтың қадірін білетін жан. Отбасылық достар, көршілер, қызмет істеген ауылдағы достары, әріптестері, барлығының да арасында ол шынайы дос, адал дос. Тұрғанында қысылып, медет берген достарым, өз қайғысын ысырып көмек берген достарым, тайғақ заман қар жерде қолын берген достарым, жолдасына мәреде жолын берген достарым. Балалары ұлан мен Марғұлан да әкелеріне деген ізгі лебіздерін білдіреді. Жан әке, сіз ғой биік асқарыңыз, сіз барда шайдай ашық аспаныңыз, жоқ жазбай анамызбен өмір бойы, бақтаймай ұзақ болбай жастарыңыз. Отбасының алтын діңгегі нақып көкенайына беделді де ардақты ұстаз. Қаншама шәкірт тәрбиелеген ол өз ісіне адал, еңбекқор жандардың бірі. Осы отбасының бірі тірегі болса, бірі жақыны болды. Бүгін ол да бірге отбасқан жан жарын туған күнімен құттықтайды. 50 жас енді өмірдің басталғаны, жете бер талай шыңға асқарғалы, қос жанар қос баламыз аман болсын, сол емес пе ананың бастарынан.